Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз Google Meet программасында қосымшасында қалай жұмыс жасау керек екенін үйренетін боламыз. Google Meet программасы туралы естіген боларсыздар. Бұл бізде Zoom сияқты видеоконференция ұйымдастыратын қосымша болып табылады. Оның артықшылығы тегін программа, ограничение жоқ бұл жерде, 250 адамға дейін қабылдайды. Енді бұны қалай іздеп табамыз? Мен сіздерге ең алдымен браузерді ұсынамын, Google Chrome браузерін. Егер Google Chrome браузерін қолданатын болсаңыздар, онда сіздерге Google Meet'ті скачать етіп қажет жоқ. Google Meet табу үшін бірінші Google-ға кіресіздер, Google Meet деп іздейсіздер. Одан кейін бірінші шыққан запросты таңдайсыздар. Оның үстіне қарайсыздар сайтына. meet.google.com деген оны жаңағы Google Meet'тің официальный сайты. Бұл Google продукциясы, Google компаниясының продукциясы. Осыған кіреміз. Одан кейін сізде жаңағы Google Meet'тің парақшасы шығады сайты. Және де осы жерден сіздер видеоконференцияға қосыла аласыздар. Енді бұл жерде новая встреча батырмасын басқан кезде жаңағы конференцияны создать ететін 3 түрі көрсетіледі сіздерге. Бірінші жолы ссылка арқылы, екінші жолы жаңағы осы конференцияны создать етіп алып барып ссылка жіберу тәсілі болса, екіншісі заранее планировать ету арқылы жасасаңыздар болады. Енді осы тәсілдің 3 түрін қарастырайық. Одан кейін мына жерде жаңағы сізге жіберетін болса, ссылканы немесе кодты осы жерге теру арқылы қосыласыздар. Бұл жерде ағылшын әріптерін ғана қабылдайды. Ағылшын әріптерін жазған кезде мына жерде присоединиться батырмасы жасыл түске жанады. Енді новая встреча батырмасын басып, ссылка арқылы видеоконференция ұйымдастырып көрейік. Ол үшін жаңағы ссылканы басқаннан кейін сізге ссылка беріледі, оны копировать етесіз, группаға жібересіз. Мысалға бұл группаңыз болсын. Сосын жібересіздер. Одан кейін, яғни оны жіберудің 2 жолы бар. Жаңағы Ctrl+V арқылы ставить етесіздер, немесе мышканың оң жағына басу арқылы ставить етесіздер. Осы батырманы жаңағы қатысушылар басып автоматты түрде кіреді. Егер соткамен қолданатын болса, Google Meet'ті скачать ету керек. Егер компьютермен қолданатын болса, онда скачать етіп қажет жоқ. Обязательно Google Chrome браузермен кіру керек. Енді менде камера істемейді, өйткені мен скрин видео қолданып тұрмын. Ал енді присоединиться батырмасын басайық. Басқан кезде автоматты түрде қосыласыз. Бұл сіздің ұйымдастырған конференцияңыз. Енді ссылканы алған қатысушылар сізге жаңағы сіздің рұқсат етуіңізбен кіреді. Жаңағы фамилиясы мен аты жазылып тұрады да, мына жерде отклонить или разрешить деген батырма шығып тұрады. Сіз қабылдап, осы жерде участниктердің аты шығып тұрады. Және де чаты бар. Бұл жерде ссылка, жаңағы материалдарды осы жерге жібере берсеңіз болады. Одан кейін осы жаңағы демонстрация экран жасауға болады. Ол үшін показать на главном экране деген батырмасын басасыздар. Ол жерде жаңағы бүкіл экранымызды көрсетем деген батырмасын басасыздар. Оны басқаннан кейін жаңағы үстінен басу керек, выделять етіп, одан кейін барып поделить етесіздер. Поделить етесіздер. Жаңағы сіздің экраныңыз, презентация көрсету үшін, Word, видео көрсету үшін бүкіл қатысушыларға доступный болып тұрады. Мына жерде уже көрініп тұр. Показ экран деп тұр. Енді мен қазір осылай ашқан кезде бүкіл жаңа сіздің экраныңыз барлығы көрініп тұр. Рабочий столыңызда қалай тұрғанын көрсете аласыз. Жаңа Word, презентация көрсету үшін. Қазір шығып көрейік. Осылай презентацияңызды көрсете аласыз. Доступный болып тұрады. Ол презентацияларыңыздың барлығын көрсетіп болғаннан кейін закрыть доступ деп жабасыз. Сіз закрыть доступ дегеннен бастап, жаңағы сіздің экраныңыз недоступный болады. Одан кейін екінші макеттерді әртүрлі қойсаңыз болады. Әртүрлі макеттер бар. Жаңағы қатысушыларды оң жақ бетіне немесе полностью мозаика ретінде қойсаңыз болады. Жаңағы әртүрлі өзіңіздің қалауыңыз бойынша таңдайсыздар. Осымен видеоконференцияңызды аяқтайсыздар. Аяқтау үшін телефонның батырмасын басып шығасыздар.
Енді екінші жолы бізде новая встреча басқаннан кейін начать встречу деп басасыздар. Ол кезде сіздер автоматты түрде қосыласыздар. Қосылған кезде сізге қосылғаннан кейін ссылка береді, соны басып жаңағы группаға жібересіздер. Группаға жібергеннен кейін ол группа кіреді. Қазір мен кірген кезде жаңғырық естіледі, потому что мен кіріп тұрмын, еще қатысушы ретінде кіремін. Осылай мен қатысушы ретінде кірген кезде жаңағы кім қатысып жатқанын барлығын көрсетіп тұрады. Сіз қосыласыз. Участие ішінен микрофонды жүріп тастайсыз. Осылай участие қосылады, немесе добавить етсеңіз болады. Енді барлығы сол бірінші көрсеткендей, только жаңағы шақыру тәсілі әртүрлі. Сонымен конференцияңызды осы телефон басу арқылы аяқтайсыздар. Осымен болды. Егер сұрақтарыңыз болса, жазсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.